Баз баяғы кәрі шалдың таяғы демекші. Ең қызығы соңында екенін ұмытпаңыздар. Достар, көріп отырсыздар, ана жерде Nexi бар, Opel бар, Gentra бар, мына жерде Kia бар, Tucson бар, Nexi 3 бар, Cobalt бар, Monza бар, барлық түрден бар негізі. Көлік деген өте көп, бірақтан мен бастапқы шолуды жаңадан бастағанды шештім. Алғашқы шолу 55-тік, Camry емес, Changan KS 55+. Түр келбеті жұмсақ агрессияны шашып тұр. Алды арты жарық диодтар. Ал мына жерде дистронник. Мотор жағын айтатын болсақ, бұл қытайлар 1,5 кубқа 181 ат күшімді салып жіберген ғой. Үздіксіз, тоқтаусыз максимальный оборотпен 259 сағат осы тоқтаусыз жұмыс жасап, Гиннес рекордтар кітабына енген мотор осы болады, достар. Арт жағына келетін болсақ, мына өте богатый көрінеді, мына арт жағынан. Мына жерде есе электробагаж. Мұны қарасаңыздар, өте кең арты. Мұны астында барлық несі бар, күштері бар. 475 литр багаж. Мұны жатқызып жіберсеңіз, бір комнаталы хана болады, короче. Содан кейін мына жерден бір басасыз өзін-өзі фук етіп, қыңқ еткізіп жабылады ғой. Достар, ең қызық жеріне жетіп келдік. Руль осындай овальный. Көпшілік ұнамай жатыр, бірақтан алыс жолға шыққан кезде бұлай рульге қолды қоясыз, кете бересіз ғой. Сандық аспаптар панелі. Мына жерде эко, нормал, спортивный режим. Мына жерде мына робот трансмиссия мына. Мына жерде Apple сымсыз Android зарядтау тізімі. Мына жерде электросенсорлы экран. Өте тамаша негізі. 360 градус камера бар. Келіңіздер, көріңіздер, өте кең, өте ыңғайлы, қауіпсіздігі өте тамаша. Достар, айта беріңіздер, келесі роликті қайсы автокөлікке шолу жасайын, комментарияға жаза кетіңіздер.